Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода пиццариядағындай оригинал пиццаның қамырын жасап үйренеміз. Видеоны толық көріп, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ыдысқа суымызды, сүтімізді, сұйық май, 1 қасық қант, 1 қасық тұз, дрожжімізді қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді електен ұнымызды өткізіп, қамырымызды біріктіреміз. Біріккен қамырымыздың иін жақсылап қандырып аламыз. Осы қамырдан 2 пицца шығатынын естеріңізге сала кетейін. Иі қанған қамырымыздың бетін жауып, қойып қоямыз. Сырымызды теркадан өткізіп аламыз. Колбасамызды дөңгелек пішінді қып, кесіп аламыз. Соус дайындайтын боламыз. Ол үшін майонез бен кетчупты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырды дөңгелек пішінді қылдырып, жайып шығамыз. Противеньге ұнды себеміз және қамырымызды саламыз. Қамырымыздың бетіне соусымызды жағып шығамыз. Сырымызды сеуіп шығатын боламыз. Негізінде бұл пиццаға сулугуни сырын қолданған дұрыс. Мен үйдегі бар сырды қолдандым. Сырдың үстіне колбасаларды қойып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 250 градуста пиццамызды 5 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің пиццамыз дайын. Қазір мен сіздерге кесіп көрсетем. Қамыры жұп-жұқа, әрі тез пісетін пицца. Жасап көріңіздер, ас болсын.